Сәлем достар, каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Бүгін біз сіздермен Орео пирогын дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттерді қосып аламыз. 260 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, 2 ас қасық какао қосып, шанышқымен осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір жұмыртқаға 90 грамм қант қосып, 150 грамм жұмсақ сары май қосып, жақсылап бәрін араластырамыз. Не осындай болып шықты. Енді осының үстіне жаңағы құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Не осылай қамыр елейміз. Міне осындай қамыр болып шықты. Бізде жұмсақ. Осы қамырды енді 10 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 400 грамм қаймаққа 120 грамм қант қосып араластырамыз. 3 жұмыртқа қосамыз. 1 ас қасық жүгері крахмалын қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Сосын Орео печеньясын осылай үгетіп саламыз. Жақсылап бәрін араластырамыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, формаға саламыз. Менің формам 24-26 сантиметр. Формаға қамырды жайып болғаннан кейін, міне осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Тесіп болғаннан кейін жаңағы салмамызды құямыз. Печеньялар жан жаққа кетіп қойған болса, ақырындап осылай қасықпен ортаға қарай жылжытып қоямыз. Үстіне безендіру үшін бүтін Орео печеньясын осылай салып шығамыз. Міне бізде осындай әдемі пирог пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шықты. Отбасыңызға да, қонақ келсе де дайындағанға өте күшті болады. Өзі сондай жұмсақ, дәмі деген керемет болып шығады. Міне, асыңыз дәмді болсын. Дайындап көруге кеңес беремін.